Кайрылуу күн окуучулар. Бүгүн Наурыз кай күнү кирсе тақырыбының екінші сабағы. Ал енді үй жұмысын тексерейік. Үй жұмысы берілген видео бойынша дубляж жасау болатын. Ендеше көрейік. Ата, амансыз ба, мен келдім. Жанас немерем, бұл сен місің? Иә, бізде демалыс басталды. Саған қонаққа келдім. О, қош келдің. Кел, маған көмектес. Сәлем, балакай. Бәрине сәлем. Ого, сен үйде жинап жатсың ба? Иә, таңертеңнен бері жинап жатырмын. Уф, мен шаршадым. Сен еш нәрсе жасамадың ғой? Білесің бе, ең қиыны жұмыс жасап жатқан адамға қарап отыру екен. Ой, сен жалқаусың ғой. Қандай көмегім керек? Наурыз көже пісіреміз. Оған қажетті тағамдарды дайындау керек. Наурыз көже? Ол не үшін керек? Не үшін деген не? Бүгін Наурыз мейрамы ғой. Бүгінгі сабақтың мақсаты: мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, мәтінде көтерілген мәселелерге баға беру, тақырып бойынша өз ойларын қорытындылау. Оқылым алды тапсырма. Мен ұсынған тірек сөздерді қолдана отырып, диалог құраңдар. Қайырлы күн, Арина. Сәлем, Дина. Наурыз мейрамы жақындап қалды ғой, сен ол жайлы не білесің? Наурыз барлық Түркия мемлекеттеріне ортақ жаңа жыл. Наурыз мейрамының сәні не? Наурыз сәні Наурыз көже. Ол неден жасайды? Наурыз көжеге 7 тағам қосады. Ет, май, бидай, құрт, айран, су және тұз. Наурыз мейрамын қашан тойлайды? 22 наурызда. Рахмет, сау бол. Сау бол. Менен сұрақ, сенен жауап әдісі. Мәтінді жақсылап оқимыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Амина, баста. Біз үшеуміз, біз Тыныш. жалғызбын. Лера шатасты. Бер қара, Лера. Маған қара. Наурыз мейрамын қай күні тойлаймыз? 22 наурыз. Күні тойлаймыз. Даусыңды шығара қоя. Ары қарай кетті. Настя, бастаңдар. Біз үшеуміз, Біз екеуміз. Мен жалғызбын. біз үшеуміз, біз екеуміз. Біз үшеуміз. Адия, сен шатасып қалдың. Мәтіннің авторы кім екен? Омар Хаям. Жақсы, кеттік. 1, 2, 3. Лера, баста. Біз үшеуміз. Біз екеуміз. Мен жалғызбын. Біз үшеуміз, Біз екеуміз. Мен жалғызбын. біз үшеуміз, біз екеуміз. Мен жалғызбын. Стоп. Яна, бастаңдар. Біз үшеуміз, біз екеуміз. Мен жалғызбын. Біз үшеуміз, Біз екеуміз. Мен жалғызбын. біз үшеуміз. Лера қайтадан шатасты. Лера бері қарай ғой. Наурыз бейсенбі күні кірсе, жыл қандай болады? Бейсенбі. Көмектесетін адам бар ма?
Амина көмектесе ғой. Жылы болады. Меркурий жылы болады, тағы да? Шашым көп болады. Тағы да? Қосатындар бар ма? Бейсенбіде кірсе. Жауын шашын көп болады, тағы? Жеміс жидектер өседі. Мол өседі. Жақсы, келесі кеттік. 1, 2, 3, Адия. Біз ішеміз, біз екеуміз. Біз ішеміз, біз екеуміз. Біз ішеміз, біз екеуміз. Стоп, Яна, бастаңдар. Біз ішеміз, біз екеуміз. Біз ішеміз, біз екеуміз. Стоп, Ангелина, баста. Біз ішеміз, біз екеуміз. Біз ішеміз, біз екеуміз. Стоп, жарайды. Сұраққа жауап бере салайық, кім бізді бұл жерде қателесіп жатқан? Адия кішкене қателесіп жатсыз, аяқ жағында. Биыл 22 наурыз қай күнге кіреді? Сейсенбі күнге кіреді. Сейсенбі күнге кірсе қандай жыл болады? Марс жылы болады. Марс жылы болады. Дина, енді сен сұраққа жауап бере ғой. 22 наурыз аптаның қай күні кірсе қымбатшылық болады екен? Қымбатшылық жылы болады. Қай күнге кірсе? Бейсенбі ол қай күн? Аптаның нешінші күні? 4-ші. Аптаның 4-ші күні. Бәйге әдісі. Бәйге ұлттық спорт ойындарының бір түрі. Бәйге табандылыққа, тапқырлыққа үйретеді. Наурыз мерекесінде міндетті түрде бәйге жарысы өтеді. Ендеше мәтінді тағы бір рет оқып, мен ұсынған апта күніне байланысты сурет саламыз. Мәреге кім бірінші жетер екен? Суретте біз бейсенбі күні бейнеледік. Бейсенбідегі тұсы бидай қоп салда жақсы болады, өнер дәмеді. Бейсенбі есәтті күн деп ойлаймыз. Наурыз мерекесі жұма күнге кірсе, күн суық болады. Дастархан мол жайылады. Қыс мезгілі ұзаққа созылады. Адамдар өте бақытты болады. Егер наурыз сенбіде кірсе, өте көп жаңбыр жауады. Бидай тез өседі. Мақта көп болады. Келесі тапсырма. Мәтін бойынша қос жазба күнделігін толтырыңдар. Бөліктің оң жағына қатты әсер еткен сөзді немесе сөйлемді жазыңдар. Бөліктің сол жағына сол әсер еткен сөз немесе сөйлем жайында пікірлеріңді білдіріп, баға беріңдер. Сабағымызды қорытындылайық. Аяқталмаған сөйлемдер әдісі арқылы сабаққа кері байланыс жасайық. Мен бүгін не білдім? Мен нені есіме сақтадым? Маған бүгінгі сабақты не қиын, немесе не оңай болды? Үйге тапсырма. Осыға дейін наурызға қатысты оқылған, тыңдалған мәтіндер бойынша айтылған мәліметтерді салыстырып, талдап келу.